сәлеметсіз бе? Бүгін біз командалық жұмысты жоспарлауға арналған құралдармен танысамыз. Атап айтқанда, Trello желісімен танысамыз. Trello желісі жұмысты тиімді ұйымдастыруға, жоспарлауға және де тапсырмаларды бақылауға мүмкіндік беретін желі. Trello желісінің артықшылықтары. Біріншіден, оны ұзақ бейімделусіз-ақ жұмысқа енгізе аламыз. Екіншіден, Trello желісімен біз шексіз және тегін пайдалана аламыз. Үшіншіден, ол тек браузерде ғана емес, сонымен қатар смартфон қосымшаларында да жұмыс жасайды. Осы Trello желісімен қалай жұмыс жасауды мен сізге егжей-тегжейлі түсіндіремін. Trello сервисіне өту үшін trello.com сілтемесіне өту керек. Біз Trello сервисінің басты бетіндеміз. Trelloға тіркелу үшін біз бұл форманы қолдана аламыз, немесе өзіміздің Google аккаунтымызбен кіре аламыз. Мінекей бұл Trello интерфейсі, бұл жерде біздің барлық тақталарымыз көрінеді. Жаңа тақта құруға болады, немесе дайын тақтаны үлгіні қолдануға болады, яғни шаблон. Бір кемшілігі, бұл шаблондардың барлығы ағылшын тілінде. Сондықтан өзіміздің жеке тақтамызды ашып көрейік. Ол үшін осы батырманы басамыз, тақтамыздың атын жазу керек. Мысалға, сату бөлімі болсын. Құпиялығын бірден таңдаймыз. Приватная, яғни бұл жерде бұл тақта тек қана арнайы адамдарға көрінеді. Немесе де барлық адамдарға көріну құпиялығын таңдауға болады. Сонымен қатар арнайы суретті таңдаймыз. Барлығын таңдаған соң жасыл батырманы басамыз. Біздің тақтамыз дайын. Түсінгеніңіздей, Trelloдағы жұмыстың барлығы тізімдер мен карталарға байланысты. Жаңа тізім құрып көрейік. Жаңа карталар құрайық. Карталардың саны шектеусіз. Бұл карталарды біз басқа тізімге осындай әдіспен оңай орнын ауыстыра аламыз. Әрбір картаға арнайы бассақ, осы карта туралы ақпаратты ала аламыз. Мысалға, белгілі бір сипаттама жазайық. Егер біз бұл сөзді басқаша жазғымыз келсе, мысалы дефис қою арқылы бұл сөздің жазылуын өзгертеміз. Немесе теңдік белгісімен бұның жазуын өзгерте аламыз. Басқа да жазу стильдерін біз осы жерден біле аламыз. Әрбір картаға біз жауапты адамды таңдай аламыз. Ол үшін осы батырмаға басып, бізге қажет аккаунтты таңдаймыз. Сонымен қатар, картаға арнайы түстерді белгілей аламыз. Мысалы, қызыл түс белгілейік, бұл қызыл түске біз атау жазайық. Түсіміз енгізілді. Егер де бір картада немесе тапсырмада бірнеше кішігірім тапсырмалар болса, оларды чек-лист арқылы енгізуге болады. Мінекей біздің тапсырмалар қосылды. Кез келген тапсырмаға картаға орындалу уақытын енгізе аламыз. Ол үшін осыған кіріп, күні мен уақытын таңдаймыз. Сақтаймыз. Мінекей орындалу мерзімі жазылып тұр. Бұл картаның түсін өзгерте аламыз. Ол үшін оған басып, өзімізге ұнайтын түсті немесе суретті таңдай аламыз. Сіз әріптестермен белгілі бір файлмен бөлісу керек болса, сол файлды сіз, сол құжатты сіз картаға жүктей аласыз. Мысалға, оны осы компьютерден алуға болады, немесе Trello, Google Диск, Drop Диск бұлтты жадыдан да алуға болады. Trello басқа да инструменттермен оңай жұмыс жасайды. Мысалы, компьютерден файл таңдайық. Сақталды. Келесі. Әрбір картаға комментарий қалдыра аламыз. Мысалы, жақсы. Бұл комментарийға біз реакция қалдыра аламыз.
осы белгі арқылы бізге қажетті адамды таңдай аламыз, оған тапсырманы жүктей аламыз. Сізде карталар көп болуы мүмкін, және де кейде бір тапсырманың ішінде басқа тапсырмаға сілтеме жасауыңыз керек. Сондай функцияны біз Trello сервисінде қарастыра аламыз. Ол үшін поделиться батырмасын басып, осы картаның сілтемесін көшіресіз, керекті картаға апарасыз. Ол сілтемені сіз сипаттамаға немесе комментарийға жазып сақтай аласыз. Яғни осы картада мінекей біз дәл осы картаға сілтеме жасаймыз. Тізімнің жоғарғы жағындағы үш нүктені бассақ, бізге мүмкін барлық функциялар көрсетілген. Ал картаның шетіндегі қаламды бассақ, картаға байланысты функциялар көрсетілген. Тапсырма орындалған жағдайда сіз картаны немесе тізімді архивқа салуыңызға болады. Мысалға, жиналыс картасын архивқа салып көретін ол үшін бұл қаламды басамыз, архивировать функциясын таңдаймыз. Енді архивтағы біздің карталарды кері алып шығу үшін біз меню батырмасына кіреміз. Архив. Мінекей біздің картамыз. Оны біз тақтаға қайтарамыз. Trello сервисіне өзіңіздің әріптестеріңізді немесе де басқа адамдарды шақырғыңыз келсе, осы батырманы пайдаланасыз. Бұл жерге керекті адамның жай ғана электронды пошта адресі керек, немесе сілтемені құрып, осы сілтемені керекті адамға SMS арқылы жібересіз. Барлық тапсырмаларды сіз күнтізбе режимінде көре аласыз. Жаңа командалар мен тапсырмаларды осы қосу батырмасы арқылы сіз құра аласыз. Trello сервисіне келген барлық хабарламалар осы жерге келеді. Оларды сіз фильтр арқылы қарай аласыз. Өзіңіздің аккаунтыңызға бассаңыз, сіз өзіңіз туралы ақпаратты өзгерте аласыз. Келесі бөлімде барлық орындаған іс-әрекеттеріңізді көре аласыз. Карталарда тек қана сізге тиесілі карталарды көргіңіз келсе, осы бөлімге кіресіз. Бағдарламаның тілін өзгертуге болады және де хабарламаларды өзгерте аласыз. Өзіміздің тақтамызға оралайық. Мәзір батырмасы арқылы біз жаңа өзгерістерді енгізе аламыз. Мысалы, біздің тақта туралы сипаттама бере аламыз. Біздің тақтаға арнайы сурет таңдай аламыз. Мысалы, ұсынылған суреттердің біреуі болуы мүмкін, немесе де түстер. Суретімізді ауыстырайық. Жұмыс кезінде сіздің карталарыңыздың саны көп болуы мүмкін. Сол карталардың ішінен керектісін табу үшін сіз осы функциямен қолдана аласыз. Сіз стикерларды қолдана аласыз. Мысалға, осы стикерді бұлай қолдануға болады. Егер де осы тақтамен жұмысыңыз аяқталған болса, сіз оны жаба аласыз. Осымен біздің Trello жүйесімен танысуымыз аяқталды.